Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы 26 және 27-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. When I was little. Мен кішкентай болғанда, кішкентай кезімде деп аударылады. Яғни оқушылар бізде бұл past simple өткен шақ туралы бізде бірінші яғни екі оқушының кішкентай кезіндегі туралы айтқаны. Оқушылар, яғни бірінші сөйлемде Тим деген баланыкі деген, яғни I was naughty, яғни мен бұзық болдым деген, тіл алмайтын. Енді екінші сөйлемді оқиық. I was funny. Funny ол бізде Rob. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, Робтың мәтінінде тұр I was funny деген сөйлем. Келесі үшінші my favorite food was ice cream. Менің сүйікті тамағым ice cream, яғни балмұздақ болды дейді. Ол бізде Роб айтқан, яғни Робтың мәтінінен тауып көрсеңіздер болады осы сөйлемді. Келесі төртінші my favorite toy was my drum. Менің сүйікті аспабым драм, яғни барабан болды. Ол бізде оқушылар Тим. Келесі exercise number 21 over to you, read and complete. Оқушылар 21-ші жаттығу оқы және толықтыр деген, яғни мен осындай кішкентай болған кезімде менің сүйікті тамағым қандай болды, сүйікті түсім қандай болды, соларды жазамыз. Мысалы, when you were little, сен кішкентай болғанда, your favorite food was, мысалы, менің сүйікті тағамым ice cream, pizza, самса деген сияқты өздеріңіздің сүйікті тағамдарыңызды жазасыздар, кішкентай кезіңізде жақсы көрген. Біріншісіне. Екіншісі, your favorite color was, сенің сүйікті түсің қандай болды кішкентай кезіңде? Мысалға, қызыл болса red, қара болса black деп жазасыздар. Әркім өзінің сүйікті түсін жазады. Үшінші, your favorite toys were, сүйікті ойыншықтарым деген, мысалға, қыздар Barbie, яғни dolls, Barbie деп жазсаңыздар болады, яғни қуыршақ барбилер деп, немесе балалар cars, машиналар деп жазса болады. Келесі төртінші, your favorite clothes were, менің сүйікті киімдерім, мысалға t-shirt, футболка болды, және де dress, көйлек, немесе және джинсовый шалбар деген сияқты өздеріңіздің сүйікті киімдеріңіз қандай болды кішкентай кезде, соны жазасыздар. Бесінші, your favorite hero was, hero оқушылар, ол бізде герой, яғни батыр. Сіздер кішкентай кезінде батыр деп кімді санадыңыздар? Мысалға Spider-Man, Batman, мысалы кішкентай кезіңізде соларды батыр деп санасаңыздар, соларды жазасыздар, немесе әкеңіз болса dad деп жазсаңыздар болады. Алтыншы, your favorite animal was, сіздің сүйікті animal жануарыңыз, мысалға менің сүйікті жануарым cat, мысық болған болса cat деп жазамын, it болса dog деген сияқты. Жетінші, your favorite place was, менің сүйікті орным, мысалға сүйікті жерім, баратын жерім парк болса park деп жазасыздар. Басқа сөзді жазсаңыздар, мысалға сауда орталығы болса shopping center, cafe, яғни кафе болса cafe деп жазсаңыздар болады. Соңғысы, your favorite fairy tale was, сенің сүйікті ертегің қандай болды? Мысалы, менің сүйікті ертегім алдар көсе болды, алдар көсе деп жазасыздар, немесе басқа да ертегінің атын жазсаңыздар болады. Келесі бізде оқушылар 27-ші бетте let's sing, яғни келіп ән шырқайық деген, бұл жерде яғни бұл әнді оқып жаттап алсаңыздар болады. Яғни a long time ago, before you and before me, life was very different. Way back in history, there were people like the Vikings. Their house was one big room. They sailed the seas in long boats and made clothes on a wooden loom. Оқушылар, яғни бұл жерде Vikings туралы, оның бұрында қандай, яғни көп уақыт бұрын, ұзақ жылдар алдын болғандығы, және де өмірдің мүлдем басқаша болғандығы туралы айтылған. Ендеше оқушылар, келесі тапсырмаға көшейік. Exercise number 24, look, read and write yes or no. Қара, оқы және yes немесе no деп жаз. Оқушылар, бірінші бізде міне 4 ғимарат берілген, сол 4 ғимаратқа қатысты астында сөйлемдер берілген, солар дұрыс болса yes дейміз, қате болса no дейміз. Екінші сөйлемнен бастайық. Taipei 101 is taller than Burj Khalifa. Бұл сөйлемге no дейміз, яғни Taipei яғни Бурдж Халифадан 101 метр ұзын деген. Бұл қате ақпарат. Ең биік ғимарат ол бізде Бурдж Халифа 828 метр, ал Тайпей болса 508 метр.
Үшінші, Emerald Towers 1 is the newest of all. Яғни Emerald Towers ол бізде ең жаңа дейді, ең бірінші. Ол бізде no болады, яғни ең жаңасы. Ол бізде Нұр-Сұлтан қаласындағы 2012 жылы салынған ғимарат. Төртінші, The Eiffel Tower is shorter than Emerald Towers 1. Бұл сөйлемге yes дейміз, яғни Eiffel мұнарасы ол бізде Emerald ғимаратына қарағанда кішірек деген. Келесі, Burj Khalifa is newer than Taipei 101. Бұл сөйлемге де yes деп жазамыз, яғни Burj Khalifa Тайпейге қарағанда жаңарақ деген, жаңа. Себебі ол 2010 жылы салынған, ал Тайпей болса 2004 жылы салынған екен. Яғни Тайпей қаласындағы ғимарат. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye, students.